достар, қазір біз міне ауылдың терминалына бара жатырмыз. Бұл терминалдан қазір біз міне дала қараңғы болып тұр. Кешкі сағат 11 шамасы, әлі ашық тұр. Қазір барып терминалға ақша салатын боламыз. Ақша салғанда бұл ақшаға біз камера аламыз. Жай камера емес, видео түсіретін камера. Ол камера болғанда, в общем, арзандау камера. 2200 теңгенің ба, 2000 теңгенің ба камерасы, соны аламыз. Ол 720p көп болса, ол да бізге көп ақша. Оны ендеше кеттік достар, терминалға ақша саламыз. Міне достар, бізде ақшамыз терминалға салайын деп бара жатқан. Кеттік, бұл жай ғана ақша емес, енді 2100 теңге болған качествосы нормально түседі. Көп болса 400, аз болса 480 качество, оның өзі қандай. Көп болса 720 качествомен, 720p мен түседі. 1080 түседі деп айта алмаймын. 1080, 1372 деген качестволар түспейді бұл ақшаға. Ол үшін тағы да бұл үстіне 2500, 2700 теңгедей керек деп ойлаймын. Ендеше кеттік достар, бұл ақшаны терминалға саламыз. Достар, міне біздің камерамыз. Міне камераның өзі. Бұл өте жақсы камера. Бір шетінен фонарик жанып тұрады. Качествосы жағынан жақсы. Міне мына жерінен, міне кішкентай бір жерінен өзі микрофлешка салынады. Өте жақсы, арзандырақ камера. 720p мен 1080p мен түсіреді екен, жаңа қарап көрдім. Өте жақсы качествосы да. Бұны соткамен де редактор жасауға болады, компьютермен де редактор жасауға болады. Мен осы камераны алам. Өте жақсы. Міне астында да регистратор, бәрі өте отличный, плюс качество деп барлығы. Работает хорошо деп жазып кеткен. Өте жақсы істеп тұр, анау-мынау деп бәрі жазып кеткен. Ендеше міне осы камераны алатын болам. Бұдан артық арзан качествосы да жақсырақ камера таппадым. Міне полный HD 1080p рекордер деп тұр. В общем, 1080p мен түсіреді. 993 рубльға аламыз. Барлық флешка бәрін қосып алсақ, в общем, 1557 рубльге аламыз. Бізге флешка ештеңе керек емес. Өзіміз флешканы үйден, қаладан, базардың ішінен барып алып, қосып, тексеріп көретін боламыз. Міне осы камераны аламын.